Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін химия сабағынан нөмірі 1 зертханалық жұмысты бірге орындайтын боламыз. Бізге қажетті реактивтер темір ұнтағы 5 грамм, күкірт 5 грамм, темір эквивалентті сульфиді 5 грамм, су 100 мг қажет болады. Жұмыстың барысы: күкірттің және темірдің бір-бір бөліктен шпательмен алып, стақанға салдық. Қоспаны шыны таяқшамен су қосып мұқият араластырдық. Келесі екінші кестеге қараңыздар. Екінші кестеде темір мен күкірттің жеке-жеке тоқталамыз. Заттың құрамы, физикалық қасиеті, түрі, түсі, суда ерігіштігі, тығыздығы барлығы жазылған. Магнитпен бөлуі, қыздырғанда су өзгеруі жайлы барлығы бейнеленген. Бұл жерде қорытындысы, кестенің қорытындысына қарайтын болсақ, темір мен күкірт қосылысын магниттің көмегімен тазалауға болады деген қорытындыға келдік. Ары қарай бізде кестенің астында сұрақтар берілген. Темір мен күкіртті араластырғаннан кейін пайда болған қоспаны темір мен күкірт өз қасиеттерін сақтайды ма деген. Әрине, темір мен күкірт арасынан кейін пайда болған қоспада темір мен күкірт өз қасиеттерін сақтайды деген жауапты айта алады екенбіз. Екінші сұрақта бізде берілгені темір сульфидін физикалық тәсілмен жай заттарға бөлуге болады ма дейді. Әрине, иә, бөлуге болады жауабы. Үшінші сұрақ: темір эквивалентті сульфиді күрделі заттың құрамындағы темір мен күкірттің өздерінің бастапқы қасиеттерін сақтайды ма? Жауаптарыңды түсіндіріңдер дейді. Бұл жерде үшінші сұрақтың жауабы басқа физикалық қасиеттерге ие болады деп жауап бере аламыз. Осы кесте бойынша алған білімдеріңді балдар, сендер осы кітаптағы берілген тапсырмаларға қарап толтыра аласыңдар.